тілдері аяқтарына оралып азаптаушылар дейді. Тілдері аяқтарына оралып азапталған адамдарды сұрайды ғой, бұлар кімдер дейді. Сонда пайғамбарымызға Жәбірейіл періште айтқаны, бұл жалған дүниеде арақ ішетін адамдар дейді. Әрине арақтың ішіне шарап та кіреді, вино да кіреді, пиво да кіреді, безалкогольный пивоң да кіреді оның ішіне. Сондықтан да мына кейбір жастарымыз өздерінше, жоқ мен пиво ішпеймін, безалкогольный пиво ішемін дейді ғой. Ол пиво да сол жаңағы пивной дрожжмен жасалады. Сондықтан да безалкогольный, алкогольный немесе алкогольсіз деген нәрсе болмайды, барлығы бір категорияның ішіне жатады. Сондықтан да соны ішкен адамдардың азабы. Өйткені Құранда аят бар, хадисте келтіріледі. Арақ ішкен адамдардың, шарап ішкен адамдардың қияметтегі азабы жайында келген кезде қан аралас іріңді, қайнаған қан аралас іріңді аузына құятын болады дейді. Яғни бұл дүниеде ащыны іштің ғой, ана жақта жиіркенетін нәрсені ішесің болады дейді. Сондықтан да пайғамбарымыз бүкіл жаманшылықтың атаудың анасы бұл ішімдік деп атаған. Бір жұтым шарап ішкен, арақ ішкен, пиво ішкен адамның пайғамбарымыз бұйырғанда 40 күнге шейін намазы қабыл болмайды, 40 күнге шейін тілегі қабыл болмайды. Ал біздер жарықтық тойда барамызда арақ шараптың арасында түрлі тосты айтамыз ғой. Ол тосты жаңа батаны қарасаңыз Алатаудан да биік тілек айтамыз. Бір жылға жетер-жетпес сол жас, екі жас ажырасады. Неге? Сенің дұғаң қабыл болған жоқ. Өйткені ана жерде арақ тұрды ғой. Арақ тұрған жерге дұға жасалмайды. Және де тағы бір аянышты бір жағдай бар, құрметті бауырлар. Осы нәрсені дұрыс жеткізуіміз керек. Кейбір той садақаның артынан Құран оқып бата береді. Құран оқып бата береді. Мен өзім куә болдым, таң қалдым. Сен ішесің, арақ шарабың тұрады, содан кейін ең соңында Құран оқиды, ақсақалға бата береді. Ол садақа емес, ол той ғой. Ал сол тойда сен арақ ішіп отырып қалай Құран оқисың, қалай екі жасқа бата бересің? Олай болмайды, қадірлі ағайын. Бұл үлкен күнә болады. Өйтіп Алланың кәлемін мазақтауға болмайды. Сондықтан да ағайын туысымызға түсіндірейік. Тойымызда арақ шарапты қойып алып, артынан Құран оқып, Құдай